Атадан қалған асыл сөз. Әлдебек шешен. Әлдебек Абызұлы 1705-1709 жылдар шамасында туған, өлген жылы белгісіз. Абылай хан заманында өмір сүрген атақты шешен. Атақты Абылай хан жасы 60-тан асқанда қарамағындағы би болыс ақсақалдарды ордасына шақырыпты. Ондағы мақсаты өзінің қалмақ әйелінен туған баласы Қасым Төрені орнына хан сайлатпақ еді. Шақырғандар бәр уақытында келгенде Қаракерей жағының басты адамдары, оның ішінде Абыздың баласы Әлдебекте кешігіп барады. Қасым Төре тәкаппар, қатал мінезді адам екен. Жасы әкесімен қатар Әлдебектің көзі қылый, аяғы ақсақтығын кемітіп, ауыздыға сөз бермей, аттылыға жол бермей отырған мына бір соқыр кім еді депті. Сонда Әлдебек шешем бұл сөзге шыдай алмай, менің атым Әлдебек, сөйлер сөзім әлде көп, жан-жаңа қарашы, хан бір адам, қара көп. Хан сайласақ Қасым-ау, орта жүздің ішінде сендей кісі көп. Атаң Абылай шақырды, хан сайла деп Қасымды. Уа, сайламаймын Қасымды, болмай жатып басынды. Хан болып елді ұстай ма, осындай долы, ашулы. Кірсіз көктегі ай, мінсіз бір құдай. Әкең сенің сарт еді, шешең қалмақ құралай. Екеуінен жаралған, бойыңа лас таралған. Инабат жоқ, ұят жоқ, сенсің нағыз сұмырай деп, қамшысын бүктеп, тізесіне басып жан-жағына қарапты. Бұл сөз қақтығысы үлкен дауға айналып, хан Абылай ертеңіне бүкіл халықты ордасына қайта шақырады. Уа жұртым, не дейсіңдер деп көпшілікке сөз бергенде, алдымен айтпай деген шешен ортаға шығыпты. Уа Абылай хан ем, бақытты туған адамның артықта болар талабы, сайламаймын хандыққа Қасым деген балаңды. Хан болғанмен айырмас, жақсы менен жаманды, шешіп төре бер алмас, адал менен қарамды, сен сүйіп қатын қылғанмен арғызаты арамды. Қанша айтқанмен, қанда 40 кісінің ақылы бар демекші Абылай, бұл сөзге онша шамданбайды. Мәжілісті одан әрмен жалғастыра беріпті. Тағы кім сөйлейді дегенде, енді Әлдебек шешен қамшысын бүктеген күйі алға шығыпты дейді. Уа Абылай хан ем, хан соқыр болса халқы қор болады, қара соқыр болса ақылы мол болады. Инабатты кісіден хан сайласақ, көпке тиіп пайдасы әділеті зор болар. Тәкаппар кежір адамнан хан сайласақ тақсырау, қақарын шашып қалыққа айда қардай сор болады. Қарауыл қойсақ тырнадан қиқу бастан кетер ме? Түсінбеске айтқан зар құлағынан өтер ме? Қол қалама Қасымды, болмай жатып басынды, сынбасын сағың бекерге, көп сөйлетіп қайтесің, осы айтқаным бекер ме дегенде, өзге би шешен байлар, батырлар, айтпаймен Әлдебекті қуаттап, Қасымды хандыққа сайламай қойыпты.